Қайырлы күн жақсыларым. Бүгін баланың көзі қызарып, бұлшықтана берсе, қандай ем қолдануға болады? Сол жайлы айтамыз. Ал сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Жалпы адамның көзі түрлі себептермен қызарып, бұлшықтануы мүмкін. Бала көзінің қатты бұлшықтанып, кірпігінің бір-біріне жабысып қалу себебі әдетте бактериалды конъюнктивит болады. Ол кір қолмен көзді ұстау, кір жерге жату, басқа ауырып жүрген адамның жеке гигиена заттары арқылы жұғуы мүмкін. Мысалы, бір беторамалды қолдану, бір жастықта жату. Бұндай кезде дәрігерлер мынандай ем ұсынады. Бір кесе жылы суға езілген бір таблетка фурацилинді салып, жақсылап араластырып, соған 4 мақта дискісін саламыз. Бұл жерде 2 мақтаны баланың бір көзіне қолданамыз. Біріншісімен бұлшығын кетіріп сүртеміз, екіншісімен тазалап сүртеміз. Келесі көзіне де дәл солай жасаймыз. Баланың көздерін жақсылап тазалап алғаннан кейін, көзге арналған тетрациклин мазин жағып қоямыз. Баланың өзіне, үйдегі басқа адамдарға жұқпауы үшін жеке гигиена заттарын жиі ауыстырып тұру керек. Баланың жатқан жастықтысын, төсек орнын күнделікті ауыстырып жуыңыз. Бет орамалын да күнделікті ауыстыру керек. Қолын да жиі сабындап жуып тұрамыз. Күніне 2-3 рет қайталап жасаймыз. Шамамен 3 күнде жазылып кетеді. Ал үй жағдайында жаңадан шыққан қою қара шай арқылы 2 рет сүртіп жазып жіберуге де болады. Ол үшін қара түйіршікті шайды қоюлап шығарамыз. Ыстығы қайтып жылығанын күтеміз. Ішіне 4 мақта дискісін салып, жаңағы фурацилинмен сүрткен сияқты сүртеміз. Бір рет сүрткен мақтаны қайтып қолданбаймыз. Бір көз сүрткен мақтамен екінші көзді сүртпейміз. Әбден тазарғанша сүртеміз. 4-5 сағаттан кейін қайталаймыз. Баланың жастық, төсек қабын және бет орамалын жоғарғы температурада жуамыз. Бала көзінің қызарып, бұлшықтанып, жасаурап ауруының тағы бір себептері вирустық конъюнктивит, аллергиялық конъюнктивит немесе көзіне қандай да бір бөгде заттың түсіп кетуі болуы мүмкін. Әдетте вирустық конъюнктивит қандай да бір адам үйде суық тиіп ауырып жүрген кезде балаға жұғуы мүмкін. Мысалға, түшкіру арқылы, ауада жүрген вирустарды жұқтыру арқылы болады. Ол кезде көздің іші қатты қызарып жасаурауы мүмкін. Балада артынша тамағының қызаруы және жалпы суық тию белгілері пайда болуы мүмкін. Кейбір жағдайда баланың бір жақ көзі ғана қызарады. Вирусты конъюнктивитті вирусқа қарсы тамшыларды тамызу арқылы емдейміз. Жалпы көздің қызарып ауруының себептері өте көп болғандықтан өз бетіңізбен емделу қауіпті болуы мүмкін. Егер ем 2-3 күн арасында сізге көмектеспесе, міндетті түрде дәрігерге қаралғаныңыз жөн болады. Ал енді аллергиялық конъюнктивит туралы айтайық. Ол кезде көздің іші ғана емес, сырты да қызарып, томпайып кетуі мүмкін. Ондай кезде ең алдымен аллергия тудыратын заттан алысырақ болғаныңыз жөн. Және де түймедақ шайымен сүртсеңіз, көзді тыныштандырып, жайландырады. Қазір сіздерге көзді қызартып, ауырсыну тудыратын бірнеше себептерді атап өтейін. Бірінші, көздің шырышты қабатының құрғап кетуі. Ол ұзақ уақыт экранға, кітапқа, отқа, ыстық леп шығаратын затқа қарап отырғаннан пайда болады. Немесе кірпікті ұзақ қақпай отыру әсерінен де пайда болуы мүмкін. Екінші, ұзақ жылау, көз айналасына механикалық зақым келу, ұрып алу, соққы алу. Үшінші, психологиялық қысым алу, қатты уайымдау, ұйқы уақытының бұзылуы немесе аздығы. Төртінші, көзге суық тию. Бесінші, көз қан тамырында қысымның жоғары болуы. Алтыншы, жалпы қан қысымының күрт артуы. Жетінші, ыстық парда көп отыру. Сол сияқты тағы да көптеген себептері бар. Оның нақты қандай себепті болғанын дәрігермен бірге кеңесіп отырып шешу керек. Балаңыздың жанары тұнық, көзі өткір болсын.
Берілген ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Көптеген пайдалы ақпаратты осы каналдан қарап отырыңыздар.